Бүгінгі сабағымызда А көбейтілген синус x қосу b көбейтілген синус y тең с, p көбейтілген косинус x қосу q көбейтілген косинус y тең r түріндегі теңдеулер жүйесін шешумен танысамыз. Бұндай теңдеулер жүйесін шешу үшін біз теңдіктің таңбасының сол жағында синус пен косинустың бірдей аргументіне қатысты функцияны қалдырамыз да, ал екінші жағына екінші аргументке қатысты функцияны өткіземіз. Мысалы, мына жағдайда синус x пен косинус x-ті теңдік таңбасының сол жағында қалдырайық та, қалған өрнектердің барлығын оң жағына қарай өткізейік. Сонда мынандай өрнектер пайда болады. А синус x тең болады с минус b синус y. Екіншісінен p косинус x тең болады r минус q косинус y болады. Енді бұл жердегі a мен p a синус x-қа, p косинус x-қа көбейтіліп тұрғандықтан теңдіктің екінші жағына бөлу амалымен шығады. Сонда синус x тең с минус b синус y бөлінген a косинус x тең болады r минус q косинус y бөлінген p. Мынандай түрдегі теңдеулер жүйесі пайда болады. Енді бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін теңдіктің екі жағында квадраттап, екі жүйедегі әрбір теңдеудің екі жағында квадраттап қосып жібереміз. Сонда не пайда болады? Бірінші теңдеуді де квадраттаймыз, екінші теңдеуді де квадраттаймыз. Сонда синусты квадраттасақ, синус квадрат x болады, косинусты квадраттасақ, косинус квадрат x болады. Ал синус квадрат x-ті косинус квадрат x-қа қоссақ, бірге тең болады. Қалған өрнектердің квадраттап қосылғанын жазып қояйық. Так, синус болады мына жерде. Бөлінген a-ның квадраты қосу r минус косинус y бөлінген b-ның квадраты. Енді осы соңғы жазуға қарасақ, теңдіктің оң жағында тек қана y айнымалыға қатысты теңдеу пайда болды. Осы теңдеуді шешіп, y айнымалының мәнін анықтап аламыз да, ол анықталған мәнді жоғарыдағы y-тердің біреуіне қойып, x айнымалын анықтап аламыз. Енді осы әдісті пайдаланып шешуге мысалдар келтірейік. Жаңа өзіміз айтып өткеніміздей, мына берілген теңдеуді қалай шешеміз? Синус y тең 3 синус x. 2 косинус x қосылған косинус y тең 1. Бұл жерде синус x-тің алдында 3, косинус x-тің алдында 2 деген коэффициент тұр. Сондықтан бұл екеуін теңдіктің сол жағына өткіземіз да, ал синус y пен косинус y-тің коэффициенттері бір болып тұр, оны оң жағында қалдыра берейік. Сонда мынандай жазу жазамыз. Косинус x болады. Енді осы алынған теңдеулер жүйесіндегі бірінші теңдеудің өзін жеке квадраттап, екіншісін квадраттап қосамыз. Яғни біріншісін квадраттаймыз, екінші теңдеуді де квадраттаймыз. Теңдіктің екі жағында квадраттапсақ, синустың квадраты синус квадрат y болады. 3-тің квадраты 9 болады. Синус x-тің квадраты синус квадрат x болады. Оң жағында косинус y-тің квадраты косинус квадрат y болады. Енді мұна екінші жақтағы өрнек, екі өрнектің айырмасы болып тұр. Онда оның айырманың квадраты бойынша ашатын болсақ, 1-дің квадраты 1, минус 1 мен 2 косинус x-ті көбейтсек, 2 косинус x, оны 2-ке көбейтсек, 4 косинус x болады, плюс 2 косинус x-ті квадраттасақ, 4 косинус квадрат x болады. Енді бірінші теңдеуді екінші теңдеуге мүшелеп қосамыз. Сонда синус квадрат y-ті косинус квадрат y-ке қоссақ 1 болады. Екінші жағынан 9 синус квадрат x-ті қосамыз екінші теңдеудің оң жағындағы өрнекке. 1 минус 4 косинус x плюс 4 косинус квадрат x болады. Енді біз өрнектің барлығын бір жағына өткізіп жіберейік. Сонда плюс 1-ді теңдіктің сол жағынан оң жағына минус 1-мен өткізсек, 0 болып кетеді екен. Сонда мына жақта 0 қалады екен. Сонда мынандай өрнек шығайын деп тұр. 9 синус квадрат x плюс 4 косинус квадрат x минус 4 косинус x болды.
Бірлеріміз жойылып кетті. Сонда тең 0. Тең 0 дейміз. 1 мен 1 жойылды. 9 синус квадрат x плюс 4 косинус квадрат x минус 4 косинус x. Енді бұл жерде қарап отырсақ, синусқа және косинусқа тәуелді теңдеулер шығып тұр. Косинустың бірінші дәрежесі бар. Олай болса, косинустың квадратын қалдырамыз да, ал синус квадрат x-ті негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша косинусқа келтіреміз. Сонда былай жазуға болады. 9 жақшаның сыртында қалады. 1 минус синус квадраттың орнына косинус квадрат x. 1 минус косинус квадрат x-іміз синус квадрат x-тің орнына жазылды. Ары қарай қосу 4 косинус квадрат x минус 4 косинус x тең 0. Енді осы теңдеуді шешеміз. Жақшаны ашып ұқсас мүшелерін біріктіріп жіберейік. 9-ды 1-ге көбейтсек 9 минус 9-ды косинус квадрат x-ге көбейтсек косинус квадрат x болады. 9 косинус квадрат x болады. 9 косинус квадрат x плюс 4 косинус квадрат x. Ары қарай минус 4 косинус x. Тең 0. Енді ұқсас мүшелерін біріктіріп жібереміз. Минус 9 косинус квадрат x пен плюс 4 косинус квадрат x ұқсас мүшелер. Онда ол минус 5 косинус квадрат x-ті береді. Ал минус 4 косинус x-ін өзін жазамыз. Плюс 9-ын өзін жазамыз. Тең 0. Минусқа көбейтіп жіберіп, косинус x-ті жаңа айнымалы арқылы белгілейтін болсақ, бізде мынандай теңдеу шығады. Косинус x-ті айталық біз t дейік. T болсын, сонда минусқа көбейтіп жібереміз бұл бірден. 5t квадрат плюс 4t минус 9 тең 0 деген квадрат теңдеу алынады. Яғни косинусқа қатысты квадрат теңдеуден косинусты t айнымалысы арқылы белгілеп, кәдімгі өзіміз білетін квадрат теңдеуге келтірдік. Бұл жерде коэффициенттерінің қосындысы 0-ге тең болып тұр. Яғни 5 қосу 4 минус 9 тең 0. Олай болса, теңдеудің бірінші түбірі 1-ге тең болады, ал екінші түбірі минус 5-тен 9 болады. Минус 5-тен 9 болады екен. Енді табылған түбірді барып орнына қоямыз. Бірінші косинус x-тің орнына қойсақ, косинус x тең 1 болады. Косинустың 1-ге тең болатын мәндері бізде 2πn екенін білеміз. Ең бұндағы зетчиннан. Екінші t-нің орнына минус 5-тен 9-ды қоямыз. Косинус x тең болады минус 5-тен 9. Минус 5-тен 9, минус 5-тен 9-ымыз минус 1 плюс 1 аралығында жатпайды. Олай болса, бұл жағдайда теңдеудің шешімі жоқ болады. Шешімі жоқ деп жазамыз. Сонымен біз x-тің мәнін анықтап алдық. Енді анықтап алған x-тің мәнін бағанағы берілген теңдеулер жүйесіндегі кез келген біреуіндегі x-тің орнына қою арқылы екінші айнымалыны y-ті анықтап аламыз. Біз 2πn-ді екінші теңдеудегі косинус x-тің орнына қояйық. Сонда 2 косинус 2πn қосылған косинус y тең 1 болады. Енді бұл жердегі n-нің мәні 0 болса, косинус 0 1-ге тең. n-нің мәні 1 болса, косинус 2π-дің де мәні 1-ге тең. Яғни бұл жерде n-нің мәні кез келген болғанда, косинус 2π-дің мәні 1-ге тең болады. Олай болса, 2 көбейту 1 қосылған косинус y тең 1 шығады. Бұдан 2 көбейтілген 1 2 болады. Ол 2-ні мына екінші жаққа өткізем, минус 2 деп, сонда косинус y-дің мәні минус 1 болады екен. Бұдан y-тен косинустың минус 1 болатын мәні π плюс 2πn екенін білеміз. Косинустың минус 1 болатын мәні. Сонымен біз x-тің мәнінің 2πn, ал y-тің мәні π плюс 2πn екенін анықтап алдық. X-тің мәні 2πn, y-тің мәні π плюс 2πn болады екен. Бұндағы n зетчиннен алынған.